Сәлем әлем, бұл Караван Кизет медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін біз пранк туралы сөйлесетін боламыз. Пранкты өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұны бір жағынан бір кезінде бұрын болатын еді. Мысалы, мен алдандым, орыстарда розыгрыш деген нәрсе болатын. Соның қазіргі жаңа түрі, сәл мүмкін қауіптілеу түрі, мүмкін қатты қиындау түрі деуге бола ма екен. Пранк деген нәрсе шықты, өте танымал. Басында ол ақш-та шықты, Еуропада шықты, одан кейін Ресейге, содан кейін бізге Қазақстанға келген болатын. Қазіргі таңда пранк жасау үшін бәріне баратын сияқты меніңше кейбір адамдар. Олай болса, белгілі психолог Аида Нарбаевамен бірге бүгін пранктың қауіптілігі туралы сөйлесетін боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Аида ханым, қазіргі пранк деген шықты, өзің ойламаған нәрсе, күтпеген нәрсені достарың жасап жатады. Бұл психологиялық тұрғысынан қаншалықты қауіпті? Пранкты көптеген адамдар қалжыңдасуға, ойнауға, әзілдесуге пайдаланады, және басқа жалпы адамдардан сұрайтын болсаңыз, ода тұрған ешқандай қауіп қатер жоқ деп түсінеді. Яғни қалжыңдадық, және басқа адам қалжыңды қабылдады ма, қабылдамады ма, оның да көңіл күйіне қаншалықты әсер етті. Көп тұрғыдан адамдар бұны ойлана бермейді. Пранкты жалпы 3 дәрежеге мен бөлер едім. Ол жеңіл, орта, ауыр. Ауыр пранк, яғни қалжыңсыз әрекеттері өзінің артынан реакция, адамның реакциясына байланысты ізін қалдырады, яғни психикада ізін қалдырады. Ол психологиялық травмаларға, психологиялық жарақаттануларға алып келеді. Пранктың жеңіл және орта дәрежелерінде психологиялық травма да болуы мүмкін. Да қарастырамыз, қай кездерде болуы мүмкін. Егер адам осы қалжың іс-әрекеттеріне дайын болмаған кезде, яғни ол жас айырмашылығы, үлкен үйдегі үлкендер кішкентай балаларға, өздерінен жас балаларға, мектепте де солай, өздерінен әлсіз жас балаларға жасалынған кезде, мынандай жас сәйкестігі болмағанда деп айтамыз ғой. Сол кездерде ол жалпы психологиялық зорлық, психологиялық қысым ретінде қарастырылады. Және де жалпы жасы бәрі сәйкес келіп тұрғанның өзінде де психологиялық тұрғыдан әлсіз адамды таңдағанда ол буллингке айналып кетуі мүмкін. Бұл жерде өте мұқият болған дұрыс. Себебі ол пранк жасалынған адам, жасап жатқан адамға кері соған сәйкес реакцияны қайтара алмайтын болса, ол психологиялық травмаға айналуы мүмкін. Бұл кезде жалпы қарастыратынымыз, ол адам қандай жағдайда, ресурс деп айтамыз, күш қуаты бар ма, жоқ па, сол қалжыңға дайын ба, психикасы дайын ба, күш қуаты дайын ба. Егер де ол психикасы дайын болмаған болса, ол бір қайғыда, проблемада, болмаса ұрыс-керістен кейін, сондай кездерде жасалынған болса, онда адамның психикасы оны травма ретінде бекітуі мүмкін. Жалпы енді психологиялық тұрғыдан қаншалықты қауіпті деген сұраққа мен айтар едім, жалпы ол қаупі бар. Себебі ол кенеттен пайда болғандықтан, кенеттен жасалынған іс-әрекет болғандықтан психика оған дайын болмайды. Және де бұл жерде дәрежесіне қараймыз, және адамның өзінің ішкі жан дүниесінің қаншалықты дайын, соған да қараймыз. Сол себепті келесі сұрақта, яғни заңды тұрғысынан тоқтату қажет пе деген сұраққа мен бұл пранк деген қазір қатты дамып жатыр, біз оны бірден тоқтата алмаймыз. Біз оны ойнамаңдар балалар, болмаса үлкендер, қалжыңдаспаңдар деп айта алмаймыз. Қалжыңдасу, әзілдесу ол әрқашанда болған нәрсе, және пранк ол сол бір түрі. Яғни біз олмен алыспауымыз керек, біз онымен соғыспауымыз керек. Біз оның шекараларын анықтауымыз керек. Не болады, қандай жағдайда болады, кіммен қалжыңдасуға болады. Және де былайша айтқанда ережелерін жасаған дұрыс. Кім жасай алады? Психологтар, мамандар, балалардың мамандары, тәрбиешілер, және де мұғалімдер, және жалпы ата-аналар. Пранк темасы бойынша әңгіме, ақпарат
жаңағы бергендері дұрыс деп ойлаймын. Яғни бұл жерде ережелердің ішіне жаңағы пранк шекарасында жасалынатын жасалмайтын әрекеттердің тізімдерін құрған кезде оның ішіне мысалға қандай нәрселерді көңілге аударғанымыз дұрыс деген сұрақтар болуы мүмкін. Ол біріншісі жалпы айттық психологиялық тұрғыдан дайын болу керек, екіншісі жас айырмашылығы қатты көп болмау керек, үшіншіден бұл буллинг болмау керек, яғни адамның жасалып жатқан ниетіне байланысты қаншалықты ол позитивті болмаса қаншалықты ол негативті, осы нәрсеге де көп көңіл аударуымыз керек. Жаңағы әлсіз, айтып отырмын әлсіз деген адамдар, оның ішінде қарттар да болуы мүмкін, үлкен жастағы адамдар, олардың психикасы бұндай қалжыңға, біздің заманымызға сай іс-әрекеттерді қабылдай бермейді. Олардың психикасы сол бұрынғы замандарда қалған болуы керек. Қаншалықты біздің жаңағы апаларымыз, әжелеріміз жаңағыдай заманға сай дамыған деп біз ойлағанымызбен олардың жалпы психикасы басқаша жұмыс істейді. Сол нәрсені ұмытпаған дұрыс. Мысалы, пранк жасалды, адам қатты шошып қалды делік. Ең бірінші оған психологиялық тұрғысынан қандай көмек көрсеткен дұрыс? Пранк жасалған адамға, шошыған адамға қандай психологиялық тұрғыдан көмек көрсеткен дұрыс? Ең біріншісі ол әңгімелесу. Әңгімелескен кезде де сол сәттегі пранк жасалып жатқан кездегі одан кейінгі адамның әсері іштей. Яғни не сезімінде болды, не ойда болды, яғни кенеттен пайда болғандықтан қандай жаңағы сезімдер болды, қорқыныш сезімі ма, болмаса ұят сезімі ма, болмаса қашып кеткісі келген шығар, жылап жібергісі келген шығар. Сол сезімдер туралы адаммен сөйлескен дұрыс. Яғни сіз пранк жасап жатсаңыз, болмаса жасаған адамдардың ішінде куәгер болсаңыз, сол бірінші мұқият қарап, жаңағы жасалынған адамның қандай әсерде екенін көріп, яғни ол адамның әсері өзгеше болатын болса күтпегендей, сондай іс-әрекеттер жасаған дұрыс. Әңгімелесу арқылы ең бірінші психологиялық көмек, жаңағы кенеттен болған травмаларды әңгіме арқылы, соның ішкі сезімдер арқылы, сол сәттегі өзінің сезінуі, сол туралы айтатын болса, сол туралы талқылайтын болса, сол кездегі өзінің сезімін ашық айтатын болса, ол жалпы травма ретінде психикаға, жаңа біз айтамыз, психологтар капсула болып қатып қалады депші, психикада сөйтіп ол жабылады да, кейін уақыт келе ол болашақта жаңағы кейбір күрделі өзгерістерге алып келуі мүмкін, болмаса бір әсерін қалдырады, ізін қалдырады. Жалпы кез келген пранк ол психологиялық өзінің ізін қалдырады. Яғни адам содан кейінгі өзін сезінуі пранкқа дейінгіден өзгеше болады. Сол себепті ол ізі де қаншалықты өмір сүреді, қаншалықты жалғасады, оны біз білмейміз. Әр адам және әр адамның ағзасы, психикасы ол бір жеке, былайынша айтқанда жеке, қалай айтсақ екен, индивидуальный дейміз ғой, жеке жұмыс істейтін. Біз оны алдын ала қандай әсерде, қандай жағдайда болатынын ешқашан да біз алдын ала оны біліп айта алмаймыз. Сол себепті барлығы индивидуально. Сол нәрселерге өте көп мән берген дұрыс. Жалпы пранк, розыгрыш деген нәрсе қоғамға қажет пе, әлде қажет жоқ па? Жалпы пранк жаңа атап өттік қой, дәрежесіне байланысты деп. Яғни ойнайтын адам өзіне сәйкес қалжың түсінетін, дұрыс жаңағы қабылдайтын, жаңағы ресурсты состояниеде тұрған адамдармен ойнайтын болса, және оның реакциясы дұрыс болатын болса, бұда тұрған ешқандай жоқ. Біздің қоғам, жалпы қоғам ол ойнауға, әзілдесуге, қалжыңдасуға, көңіл көтеруге, былайынша айтқанда, позитивная психология дейміз қазір дамып жатқанда, барлық бағыттардың бір сол жақсы көңіл күйде болу, организмнен жаңағыдай бақыт гормоны, эндорфин гормоны бөлінгенін қалайды, көңіл күйін көтеріліп, соған қалжыңдасып күлгенін қалайды. Бұл пранктың жаңағы былайынша айтқанда арнайы жасалып жатқан бір қатыгез ойын болмау керек. Басқа біреуге жасалып жатқан зорлық, зомбылық ойыны болмау керек. Ол жалпы ниетіне байланысты. Ойлап жасап жатқан адам саналы түрде мен қазір қандай реакция күтемін, бұл адамға қандай зияндығы бар,
болмаса бұл адамның жеке тұлғалық жаңағы шекарасын бұзбайды ма, бұл адамның намысына тимейді ма, бұл адамның ұятына тимейді ма деген сұрақтарға көп көңіл аударған дұрыс деп ойлаймын. Және де бұл пранктың тағы да бір жағы ол видеоға түсіру. Видеоға түсірген кезде сол видеоның таралып кетпеуі. Яғни ол жерде психологиялық тұрғыдан зорлық болған болса, психологическое насилие дейміз, онда ол таратылған болса, бұл психологиялық травманы тағы да күшейтеді. Жаңағы пранкты ойнаған адам сол травмада, сол жаңағы басқа адамға жариялану арқылы өзі қатты ұят сезімінде одан шыға алмай қалуы мүмкін. Осындай жағдайларда көп жағдайда бізге келеді науқастар. Біз сол мәселесі бойынша көп ұзақ жұмыс істейміз. Сол себепті жаңағы айтып өткендей пранкты жақсылап зерттеп, оның шекараларын анықтап, ненің болатын болмайтынын айтып өткен дұрыс. Ал қоғамға қажеті жоқ деген сұраққа тағы да қосып айтар едім. Жалпы бұл батыстан келген қалжың түрі. Осындай жағдайдан қорқып қалған сізде клиент болды ма? Осындай жағдайдан қорқып қалған клиент болды ма? Әрине болды. Жасөспірімдер, мен балалармен жұмыс істеймін, балалар да келеді. Үлкендер де көп ол нәрсе айтқысы келмейді, бірақ дегенмен де бәрібір де сол жұмыс барысында, жұмыс кезінде сол тақырыпқа келіп тірелген уақыттарда болды. Кейбір жағдайда арнайы келген науқастар да болды. Ол әдетте жаңағы баланың алған жаңағы пранктан қалған ізіне, баланың алған жаңағы жарақатын дәрежесіне байланысты бірнеше сессиялар, 3-4-5-6 сессияға дейін жұмыс сессияларына дейін уақыт алады. Жалпы онымен жұмыс істеуге де болады. Дегенмен тағы да айтып өтетін нәрсе, ол жаңағы ойнап жүрген, жалпы ойнайтын, пранкты қолданатын, пранкпенен жаңағы қалжыңдасқысы келетін адамдардың барлықтарының саналы түрде ойнауы, яғни солардың ниеті қаншалықты ол адам басқа адамды да ойлап, қаншалықты ол адам қабылдай алады, қаншалықты адамға менің зияндығым тиюі мүмкін ба, мүмкін емес па. Бұл пранктан кейін адам қандай әсерде қалады, қандай сезімде қалады, онымен өмір сүре алады ма ары қарай, болмаса ол жаңағы оның тұлға ретінде шекараларына зиян келтіреді ма, басқа адамдармен қарым-қатынасы бұзылады ма, бұзылмайды ма, бұл жаңағы әсері қандай болады пранктан кейін, біздің қарым-қатынасымыз қалай өзгереді, және де жаңағы бұл видеоны көрген кезде, бұл видео басқа жаңағы әлеуметтік желілерге тараған кезде бұл адамның кейінгі өмірі қалай болады деген сияқты нәрселерменен, деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, өзінен сондай іштей дайын болған кезде соны ойнауға, пранк жасауға болады деп ойлаймын. Яғни ол саналы түрде әдейі, арнайы бір ауыр жаңағы басқа адамды зақымдайтын нәрсені жасайды деп ойламаймын. Егер де бұндай сұрақтарды өзінен алдын ала сұрақ қоятын болса. Және де бір алдын ала келісім жасаса да болады. Мен әйтеуір бір уақыты келген кезде, сенімен қалжыңдасып пранк жасаған кезде, сен қалай қарайсың, жалпы пранкке деген көзқарасың қалай? Екеуміз ойнай аламыз ба? Сені бір сенің қатты көңіл күйіңе тигім келмейді, дегенмен сенімен қалжыңдасқым келеді, пранк жасағым келеді. Сенің көзқарасың қандай деп те сұрап, алдын ала келісіп алғанды дұрыс деп ойлаймын. Тағы да бір көңіл аударатын нәрсе, бұл жерде маңызды, ол адамның мінез құлқы. Яғни пранк жасалып жатқан адам қаншалықты экстраверт, интроверт деп айтады психологиялық тұрғыда, ашық, жабық, ақ көңіл. Егер де жалпы ол жабық болатын болса, ол ондай ойындарға, әсіресе оның жаңағы видеолардың тарауы, ол туралы талқылау, ол туралы жаңағы күліп, барлықтарының жаңағы қалжыңды түсінеді, түсінбейді деп соның талқылаудың өзі оған травма болып келеді. Сол себепті жаңағы айтып өттік қой, бастысы дұрыс жаңағы, егер ниеті дұрыс болса, пранк жасалынған адамды дұрыс таңдау. Жабық адамдар мысалға
ашылғысы келмейтін, өзімен өзі жүретін, басқа адамдармен көп қарым-қатынас жасағысы келмейтін адам ол пранктың жаңағы қалжыңды сонымен жаңағы ойнап жатқанын ол түсінбейді. Оның психикасы ол нәрсені қабылдай алмайды. Себебі ол психикасы солай жұмыс істейді. Басқа адамдардан жаңағы қарым-қатынасы алшақ болғанын қалайды. Сол қарым-қатынасы қаншалықты алшақ болса, оған сол әсері өзінің ішкі дүниесі рахат сезімде болады. Ол адамдарға жаңағыдай іс-әрекеттер ол міндетті түрде травмаға алып келеді. Осы бір нәрсені де көп көңілге аударған дұрыс. Бұл жағдайда бұл буллингке, психологиялық зорлық іс-әрекетіне бағалануы мүмкін. Жалпы қандай да бір жағдайдан шошып қалған адам өзін емдей ала ма, әлде міндетті түрде маманға қаралған дұрыс па? Бұл жерде жас мәселесіне көңіл аударған дұрыс. Балалар ешқашан өздерін емдей алмайды. Және де жалпы балалардың психикасы солай жұмыс істейді. Олар өздеріне әлі көмек беруге, өздерімен сөйлесуге, басқа біреулермен өздерінің сезімдері туралы талқылауға, болмаса мен қорқып қалдым, маған көмек берші деген сияқты нәрселерді айта алмайды. Сол себепті балалар міндетті түрде жаңағы мамандарға барғандары дұрыс. Егер де ата-анасы балаларға жасалған пранктарды білген болса, және баланың сол пранктан кейінгі жаңағы көңіл күйі, әсері жаңағы өзгергенін байқайтын болса, міндетті түрде маманға келген дұрыс. Ал жалпы ересек адамдар енді былайынша айтқанда өздеріне көмек беруге өздерінің күштері жетеді. Дегенмен де жаңағыдай айтып өткендей дәрежесіне байланысты. Кейде үлкен адамдарға да сондай ауыр пранктар жасалынып жатады, қорқынышты. Олар деген енді действительно бір шоковый жағдайда болып, соны ұзақ уақыт жаңағыдай қорытып, соның ішінде қалып қалуы мүмкін. Соны застревание деп айтамыз. Яғни сол травманың ішінде қалып, соны қайта-қайта психика, миы соны айналдыра береді да ол адам сол бір ғана жаңағы қалжың арқасында қайта-қайта стресске кіре бергіш болады. Жаңағы онсыз да ересек адамдардың өмірінде стресс көп. Жұмыс, жаңағы отбасы, тағы да жаңағы пробка дейміз, жаңағы ақша мәселесі, өте көп стресстер өте көп болады. Сол пранктан кейін жаңағы өзінің әсері біртүрлі өзгеріп, өзіне ұнамайтын болса, жаңа әлсіз болып өзіне сезінетін болса, бір застревать етіп қайта-қайта сол бір ситуациядан шыға алмайтын сияқты өзінің сезімі болатын болса, онда ол міндетті түрде маманға келгені дұрыс. Жалпы ішкі жан дүниесін тыңдап, яғни сол пранктан қаншалықты өзін сезімі қаншалықты өзгергенін байқаған дұрыс. Егер өкпе ренішісі болған болса, жаңағыдай әлі де сол ситуацияны ойлайтын болса, әлі де соны жаңағы адамдармен талқылап айтқысы келіп ашуланатын болса, болмаса ұятқа кіріп кеткен болса, застревание в стыде деп айтамыз. Онда міндетті түрде психолог маманымен жұмыс істеп, сол болған травманы жаңағыдай емдегені дұрыс. Аида ханым, сізге көп рахмет. Бүгін пранк туралы сөйлестік. Пранктың қауіптілігі туралы, психологиялық жағынан қауіптілігі туралы сөйлескен болатынбыз. Сізге алғысым шексіз. Пранк жасауға болатын шығар, мүмкін әзіл ретінде, бірақ қатты кетіп қалуға болмайтын сияқты. Адамның қатты шошып қалуына, қатты қорқып қалуына жол бермеген дұрыс деп есептеймін, солай ойлаймын. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван KZ медиа порталы. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.